Біздің күнделікті жиі тамырдан да система қылып алып жүрген витаминіміз ол аскорбиновая кислота немесе С витамині. Жалпы бұл не үшін керек? Организмде қандай қызмет атқарады? Оның тәуліктік мөлшері 70-100 мг арасында. Ол көбінесе мына тағамдардың құрамында болады. Ол түрлі түсті орам жапырақтардың, тәтті перецтердің, шиповник, укроп, петрушка сынды тағамдардың құрамында жиі кездеседі. Жалпы бұл витамин жетіспеген кезде адам организмде цинга, гусиная кожа, сонымен қатар әртүрлі жағдай қызыл жиектің қанауы жиі кездесіп жатады. Ал енді бұл қандай қызмет атқарады адам организмде? Ол жағдай коллагеннің, норадреналин, серотонин, сонымен қатар өттің бөлінуі синтездеріне қатысады. Және ең бір басты қызметтерінің бірі ол иммунитетті поддерживает. Біздің жалпы иммундық қабілетіміз көп жағдайда күз айында, жаз айында түсіп кетіп жатады. Біз осы айларда жиі аскорбинкіні алып жатамыз. Бұл әрине қате емес ешқандайда, бірақ дозасын асырмауларыңыз керек, пайдаланған кезде дұрыс пайдалана білулеріңіз керек. Өз денсаулығыңызды күтіңіз, келесі қай витаминді күтесіз?